Қайырлы күн достар, арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен бір ғана жұмыртқадан өте нәзік, жұп-жұмсақ болып оңай дайындалатын кекстар дайындаймыз. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Видеоны соңына дейін көріп, арнама тіркеліп, қоңыраушаны басып кетуді ұмытпаңыз. Әуелі бір жұмыртқамызға құмшекерімізді, сұйық май және де сүтімізді қосып, бір келкі масса болғанша, қантымыз ерігенше венчиктің көмегімен араластырып алатын боламыз. Миксерлеп алуға да болады, бірақ ол міндетті емес. Бастысы жақсы қантымыз ерісе болғаны. Ұнымызға бір шай қас қопсытқыш салып араластырамыз. Массамызға осылай електен өткізіп қосатын боламыз. Ұнымызды міндетті түрде електен өткізіп алыңыз, себебі кекстарымыз жақсы көтерілетін болады. Араластырып жібереміз бір келкі масса болғанша. Осы уақытта пешімізді 170 градусқа қыздырып қою керек болады. Міне осындай масса болады. Енді осыны арнайы кекстар пісіретін формочкаларға бір ас қасық қамырымызды құйып, ортасына варенка, бір шай қасық варенка саламыз. Үстінен тағы да бір ас қасық қамырымызды құйып шығамыз. Екіншісінде көрсетейін, осылай барлығына құйып шығатын боламыз. Менде 12 штук шықты. Сіздер көбірек жасағыларыңыз келсе, осы рецепті 2 есе жасасаңыздар болады. Описанияға қалдырып кететін боламын. 170 градус қызып тұрған пеште 20-25 минут аралығында пісіріп аламыз. Міне осылай пісіп шықты. Менікі сәл қызарыңқырап кетіпті. Өте жұмсақ, нәзік әрі дәмді болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Видео ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.